Мен бұл жазбаны біреуге естірту үшін қалдырып отырмын. Себебі менің өмірім енді ешқашан бұрынғыдай болмайды. Бұл жай ғана түс емес, бұл шындық. Менің атам бір нәрсені жасырған, және ол құпияны ашқан күннен бастап мен түнде ұйқыдан қорқатын болдым. Ата-анам шетелге оқуға кеткенде мені ауылда тұратын атама қалдырды. Атам жалғыз тұратын. Әжем қайтыс болғанына бірнеше жыл болған. Атам мейірімді, тыныш, ұялшақ, тіпті кітапты көп оқитын. Үйі де өзі сияқты тыныш, бірақ бір түрлі салқындық сезілетін. Үйге келген алғашқы күні-ақ мен бір оғаш нәрсені байқадым. Үйдің арт жағында ескі жертөле бар екен. Ағаш есігі шіри бастаған, үстін мүк басқан. «Ол жаққа барма», деді атам. Іші шіріген, қауіпсіздік қамтамасы естілмеді. Бірақ дәл осы тыйым мені қызықтырды. Неліктен бір соншама ескі жертөле маған қауіпсіз болуы мүмкін? Үйдің ішінде тағы бір оғаш нәрсе болды. Үлкен ескі сағат. Ол әр түнде сағат 3:00 болғанда ғана соғатын. Жай ғана етіп соқпай, бейне бір ышқынғандай дыбыс шығаратын. Басында бұл мені мазаламады, бірақ күн өткен сайын сол дыбыстың артында бірдеме тұрғанын сездім. Бір күні түнде көзім ілінбей жатты. Үй тым-тыныш еді. Сағат дәл 3:00-ге соққанда менің бөлмемнің еденінде сәл қозғалғандай болды. Жай қиял шығар дедім. Бірақ келесі түні тағы солай болды. Бұл жолы төбемнен бір дыбыс естілді. Бір күні атам үйден шыққанда мен сол тыйым салынған жертөлеге баруға шешім қабылдадым. Есігін итеріп едім, ашыла салды. Ағаш сықырлап, төмен қараңғы баспалдақ көрінді. Фонаригімді алып түстім. Ішінде көне ыдыс-аяқ, шіріген ағаш қораптар, ескі фотосуреттер. Бірақ ең түбінде темір есік тұрды. Оның үстінде шегеленген тақтайда бір жазу бар еді. «Қайтып келме». Есікті ашқым келмеді, бірақ әлде бір күш мені итеріп тұрғандай болды. Қолымды темір тұтқаға апарған сәтте арқамнан біреу қарап тұрғанын сездім. Шошып артыма қарадым. Ешкім жоқ. Сол күні мен тек жертөленің жартысын ғана көрдім, бірақ бұл менің ең үлкен қателігім болды. Атам жай адам емес болатын. Мен мұны кеш түсіндім. Бір күні таңертең мен оның бөлмесін жинамақ болып кіріп кеттім. Үстелінің тартпасында бірнеше ескі, қара түсті дәптер жатыр екен. Біреуін ашып қарадым. Ішінде атамның қолымен жазылған күнделік болды. 1978 жыл, 3 қыркүйек. Ол тағы келді. Сағат 3-те. Дауысы өзгерген. Бұл жолы менің есімімді атады. 1985 жыл, 12 қаңтар. Жертөледегі есік қайта ашылды. Мен оны бітеп тастап едім. 1999 жыл, 8 сәуір. Әйелім қайтыс болған жоқ. Ол кетіп қалды. Себебі менің құпиямды білді.